Баршаға сәлем, сіздермен бірге Лаура. Бір жасағаннан дәмі ауызда қалатын мясной пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға фаршымызды, пияз, картоп, жасыл пиязды және де тұз, бұрышымызды салып, жақсылап бір масса болғанша араластырып аламыз. Тестасына ұн мен сары майды салып, екеуін жақсылап араластырып, крошка жасап аламыз. Одан кейін үстіне разгидель тұзымызды салып, бір араластырып, жұмыртқаны салып, сүтті құйып, жұмсақ қамыр дайындап алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды біреуін үлкен, екіншісін кіші қылып бөліп алатын боламыз. Үлкен қамырымызды жайып алып, оны пергаменттің үстіне орналастырамыз. Жайып алған қамырымыздың үстіне фаршты бір келкетіп салып алып, оның үстіне кіші қамырымызды салып, біріктіріп аламыз. Осыны әдемі узор салсақ та болады бетіне. Әркім өз қалауынша жасауға болады. Мен осындай узор жасадым. Және де бетіне жұмыртқамды жағып, кунжутты септім. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.